Армысыздар, міне жолға шықтық. Бүгіндікке жалпы Түркияға келгелі біз түсіретін алғашқы матч Атыраудың жолдастық кездесуі болып тұр. Осы Анталиядағы уақытпен 16:00 деген етін басталуы дегенмен біз қазір Белектен осы Сиде қарай жетеміз дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Жолдан май құю бекетіне соғып бензин құйдық дегендей 4-тен 10 кетті қазір. Шамамен бір 10 минуттай, 15 минуттай кешігіп бастаймыз. Алайда сол ойынның қызықты сәттерін, голдарын, ондағы ойыншылардың эмоциясын, пікірін өздеріңізге ұсынып үлгереміз деген ойдамыз. Бұл спорт плюс арнасында алғашқы влог. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Менің жанымда операторым Атырау алға деп барамыз. Батырбек Ғаділбеков, дәл осы Атыраудың тумасы. Және осы Атыраудың матчын түсіруге атқанымыз ол Батырбектің атыраулық болғанынан емес, ең бірінші болып біз келгелі жолдастық кездесу өткізіп жатқан Атырау бүгін күндіз Зенитпен ойнады. Біз оған үлгермедік. Осы көлікті жалға алып, сондай дайындық жұмыстарын жүргізіп жүрдік. Дегенмен қазір екінші матчты да түсіруге үлгергенімізге қуанып тұрмыз. Ендеше біз бастаймыз. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Сонымен міне қазір Атыраудың матчына да келдік. Дала сәл салқындау екен, үстімізге спорттық киімімізді де киіп алдық. Ойынның алғашқы минуттары жаңа басталды. Міне Беліктегі ауа райы. Атырау футбол клубы македониялық Брера командасымен ойнап жатыр. Бір кездері Горен Пандовтың академиясы болып құрылған команда дәл қазір ребрендинг жасап, атын Брера деп өзгерткен. Ойынның алғашқы минуттары. Көрейік, біздің жігіттер қалай ойнайтынын. Түркиядағы ауа райы тамаша болып тұр. Бұл Сиде деген осы Анталияның бір бөлігі. Ал міне қазір бұрыштама добы Атырау командасы алғашқы стандартты орындайтын болады. Корнерден соққы вақыттай алады мекен. Ох, тамаша. Забрались там, ну и, ребят, немножко надо попроще в обороне играть, потому что все равно вот эти вот от себя под себя у нас не пройдут. И, ребят, убирайте, пожалуйста, пятки. Ты можешь 1-1 стоит, там Рина вбегает, но ты отдаешь Коле, просто Коля вбегает, и ты хочешь с ним, никого нету, и ты хочешь с ним сыграть на метр. Ну убери ты это, ну принял, все по делу. Штрафной принимаешь, ты сразу отдаешь на метр. Принимайте классный дриблинг. Ты же хорошо это делаешь. Обыгрывай, лезь, надо зарабатывать, лезь штрафную, обыгрывать их, хорошо? Постарайся не отбрасывать этот мяч. Я понимаю, что ты тонкий игрок, хочешь в мини-футболе, но здесь немножко нам надо голы забивать. Какой матч без голов? Міне біз қазір бірінші таймның аяқталып, екінші тайм басталған сәтіне келдік. Мұны жақта Виталий Жуковский, осы Атырау футбол клубының бас бапкері тамашалап отыр. Өзінен осы оқу жаттығу жиыны қалай өтті сұрайық, себебі бұл осы бірінші оқу жаттығу жиындағы соңғы матч. Осыдан кейін жігіттер 2 күн демалады да, содан соң екінші оқу жаттығу жиынын бастайды. Ендеше осы бірінші оқу жаттығу жиынын қорытындылайтын сәт деген секілді. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Как у вас дела? Как прошла первая учебная тренировочный сбор? Ну, неплохо. Много ребят посмотрели. У нас было там большое количество. Во-первых, на своем опыте первый раз так столкнулись, что было там и по 33 футболиста. То есть много ребят приехало атырауских молодых. То есть, ну, интересно, работа интересная. Всегда смотришь, когда знакомишься с ребятами, когда они выполняют
выполняют то, что просишь, и они это делают старательно. Так что, ну, была интересная работа, она такая, здесь, наверное, более творческая. Так что подход, так что хорошо поработали, многие ребята хорошо себя зарекомендовали, кто-то нет, кто-то уехал уже. Понятно, что мы еще не укомплектованы, и процесс этот не заканчивается. Понятно, что есть всегда нюансы, но мы хотим классного футболиста за небольшие деньги. Футболисты не всегда соглашаются на это, так что работаем над тем, чтобы пришли футболисты. Но смотрим, здесь не набрать футболистов, да, а здесь нужен тот человек, который нас усилит и нам поможет. На какие позиции именно ищете? Ну, правый вингер, конечно, вот с левой ногой такой какой, да, похожий такой у нас, как был, как, сейчас посмотрим моментик, может забьет капитан. Вот, видите, гол, да. И, ну, хотелось бы такого вингера, который мог бы играть в один и, как говорится, забивать голы, потому что без голов не бывает побед. Я сегодня увидел, в первом тайме стал на ворота воспитанник атрауского футбола Нурасыл, да? Как его оцените, его возможности, его потенциал? Вы знаете, в силу, наверное, еще вот часто менталитета, да, он очень такой сам по себе скромный парень. Скромный вратарь, он немножко должен быть бунтарь. Он должен быть наглее, он должен ругать защитников, а он такой интеллигент, но трудоспособный парень, готов тренироваться 24/7. Ну, ему доверяет тренер по вратарям, доверяем мы. Хотим, ну, мы, конечно, хотим, чтобы его прогресс был чуть быстрее, да, то есть, ну, он неплохой парень, задатки есть, посмотрим как, но футбол, ну, вратарь немножко другая специфика, все-таки там очень важна психология. Вот это вот бунтарство, вот психология, уверенность в себе, то есть, потому что он часто после ошибки немножко закрывается и так далее, ну, ошибаются все, и в каждой игре все ошибаются, так что надо научиться с этим справляться. Еще про молодых игроков Атрау, да, вы подписали в прошлом году после первого круга игрока молодежной сборной Юрсултана Халдыбека. Там, он с ростом, там, с ведением поля, да. Как оценит этот трансфер? С ними подписали, да, контракт, вот, получается? Ну, мы все очень хотели, чтобы он остался. Руководство сделало все возможное, чтобы он приехал. Скажу так, он очень универсален для команд, вот для команд, условно, там, которые решают очень большие задачи, да, там всегда есть 2,5 состава, да, и в принципе плюс-минус почти одинаковые все, большая конкуренция. В командах средней руки, условно, да, как у нас, очень важны универсалы. Почему? Потому что нету обоймы такой в два, как говорится, состава, да, и приходится футболистов иногда где-то несвойственной позиции, а он может закрыть все позиции, но начиная от центрального защитника, заканчивая в атаке. То есть он и выходил в молодежной сборной, играл центрального защитника, а у нас там, допустим, в предпоследней игре там с Кайсаром он вообще выходил крайнего вингера там на замену, да, то есть очень, ну, способный парень с будущим, любит очень сильно футбол, тоже очень много работает, но у него тоже он такой немножко, я ему говорю, будь расслабленнее, закрепощенный очень, такой очень ответственный парень, но иногда это мешает, понимаете? Так что, ну, есть способности, ну, вообще, я скажу так, меня за вот это время, которое я работаю, приятно удивили, есть ребята, которые, ну, действительно молодые, которые могут развиваться, которые могут и в национальную сборную попасть, ну, со временем. Так что есть с кем работать, потихоньку будем двигаться в этом направлении. Главное, все по плану прошло, да, первые? Все тренировки запланированы были выполнены, исходя дождь был, иногда поля не давали, но у нас так попадало, что у нас был в этот день там тренажерный зал, то есть нормально, все, что запланировали, все выполнено. Все, спасибо. Мне қазір ғана Атырау футбол клубының бас бапкері өзінің пікірін айтты, және біз сұхбат алып отқанда Атырау өзінің алғашқы голында соғып үлгерді. Осы матчтағы Стасевич, осы команданың капитаны, гол соғып отыр. Ал енді команданың дайындық жайлы бас бапкердің пікірін білдіңіздер. Ары қарай матч тамашалайық.
Атырау футбол клубында биыл жаста талантты жастар жиналып жатыр. Солардың бірі осы командаға былтыр маусымның ортасында қосылған Қазақстан жастар құрамасының жартылай қорғаушысы Ерсұлтан Қалдыбек, Тараздың тумасы. Міне биыл осы Атыраумен келісім шартқа отырып, өзінің екінші толық маусымын өткізеді. Қалай оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр? Ерсұлтан, көңіл-күй қалай? Алғашқы оқу жаттығу жиыны қалай өтті? Ассалаумалейкум. Алғашқы оқу жаттығу өте жақсы өтті деп ойлаймын. Біз өзіміздің жаттығуларымызды ойдағыдай жасап, ойындарымызды ойнадық. Енді 2-3 күн демалып, екінші жаттығу жиындарын бастайтын боламыз алдағыда, Құдай қаласа. Енді қазір оқу жаттығу жиынында алғашқы 2 ойында негізгі құрамда шықтың. Бүгін тағы да 2 матч өтті, одан кейін ода қосал құрамда қосылдың. Өзіңнің дайындығыңды, командадағы рөліңді қалай бағалайсың? Енді өзімнің осы жылға деген қойған жоспарларым өте үлкен. Құдай қаласа Атырау футбол клубының ортасындағы ойып тұрар футболшысына айналамын деген сенімдемін. Енді өзіме артылған жауапкершілікті сеземін, және де осы негізгі құрамнан шыққан ойындарда жаман емес ойын көрсеттім деп ойлаймын. Және де жасы үлкен командаластарыма алғысымды білдіргім келеді. Өйткені мен шыққан ойындарда маған қолдау көрсетіп, маған барынша көмектесіп, команданың ойына үйлесіп кетуіме көмектесті. Тамаша. Қалай енді осы Атырау футбол клубына жаңадан келіп жатқан ойыншылар бар, өзіңмен бірге жүрген ойыншылар бар. Командадағы атмосфера қалай? Командадағы атмосфера өте тамаша деп айтсам болады. Өйткені біздің өзіміздің бас бапкеріміздің сол ең мықты тұсы ол командадағы атмосфераны өте жақсы ұстап тұра алатын бапкер. Не с той стороны! Добивание, Юсуф, добивание сразу, ладно. Давайте на добивание. Алғашқы оқу жиынтығы жақсы өтті деп ойлаймын. Біздің алғашқы оқу жиынтығының мақсаты негізгі команданы сплотить ету дейді ғой. Сондай? Біріктіру. Біріктіру. Тактикалық жүйеде көп жасамай, біз общий, қалай айтсам болады, выносливость дейді. Соны жинауға, төзімділікті жинауға, бір-бірімізбен қарым-қатынасты табуға сондай мақсат болды. Осы сборда біз 4 матч ойнадық. Қарсыластарымыз жақсы. Не айтайын тағы. Бас бапкерге рахмет айтқым келеді. Қақпашы тренерге де рахмет айтып келеді. Өйткені бізге сенімді білдіріп ойнатып жатқанына. Не айтайын тағы. Атыраудың болельшіктеріне сәлем айтайын дедім. Өйткені біздің Атыраудың болельшіктері енді требовательный деп. Өте требовательный. Не айтайын. Атырау жаңа бас бапкерден сұрасақ, Нұрасылға бір атыраулық мінез жетіспей қалып жатады дейді, бір андай бунтарство дейді, бір спорттық наглость деп жатады ғой. Сондай бір андай сәл дөрекілік дей ма? Осы тұрғыда өзіңе не айтты бас бапкер? Ақыл кеңес айтты ма? Айтты, ол айтты, агрессивдік болу керек. Мен негізі Атырауның тумасы емеспін, Ақтөбенің тумасымын. Мүмкін ол да бар. Ақтөбеде туылып Атырауға көшіп келдік 2012-де. Бірақ та алғашқы қадамын футболда Атырауда бастадым. Тамаша. Енді алдағы уақытта сәл-сәл қосамыз дейсің ғой, бір? Қосамыз, бұйырса қосамыз. 1-2 жылдан кейін алдағы уақытта Атырау қақпасын қорғауға тырысамын. Ұлттық құрамадан да көрейік бұйырса. Бұйырса. Виталий Мырза, алғашқы оқу жаттығу жиынындағы соңғы матч аяқталды. Жалпы осы алғашқы оқу жаттығу жиынын қорытындылап жүрсеңіз. Ну, наверное, все сложилось. Погода хорошая, победа и, самое главное, без травм. Так что хороший спарринг, неплохой соперник. Понятно, что у нас меньше команд так играет. Хочется, конечно, все-таки команды найти, где кто-то в 3 центральных, потому что все-таки в Казахстане много используют систему игры. Но все равно соперник наш понравился, неплохо мы на фоне их смотрелись, так что, ну, победа. Все равно надо и побеждать, и даже в контрольных играх придает уверенности. Вот 2 дня отдыхает. Ребятам даете полный карт-бланш, свободу? Ну, я думаю, что все-таки в 21 веке живем.
ну, конечно, 2 дня они сами знают, как им отдохнуть, что им делать. И это уже, если выходные, это я не имею права, наверное, лезть в личную их жизнь. Так что ребята профессионалы все, так что я не вижу здесь никаких проблем. Отдых, наверное, маловато. Они просят побольше, конечно, отдыха, но все-таки я не любитель давать большие выходные, но с учетом логистики в Казахстане все-таки одно дело, работая в Беларуси, где ты на автобусе можешь проехать 300 километров в любую точку там, да, от Минска. Здесь, конечно, надо больше даю выходных, но все равно ребята нормально отдохнут и с новыми силами вперед двигаемся. Удачи тогда. Встретимся во втором учебно-тренировочном сборе. Все, рахмет, всего доброго. Рахмет. Міне, біз қазір Атырау футбол клубының алғашқы оқу жаттығу жиынындағы соңғы матчын тамашаладық. Және қазақстандық команданың жеңісіне куә болдық. Есеп 2-1. Және бастапкердің пікірін тыңдадық. Виталий Жуковский мырзаның көңіл күйі тамаша. Өзінің шәкірттеріне, командасына бастысы сенім бар. Енді 2-3 позицияны күшейткісі келеді. Көрейік, ол қандай ойыншылар табылатынын, себебі бастапкер айтып отыр. Сапалы ойыншылар және арзан бағада табылса, нұр үстіне нұр болар еді. Яғни көрпеңе қарап көсіл дегенді бастапкер жақсы түсінеді. Сондай-ақ атыраулық жас ойыншылардың да пікірін тыңдадық. Барлығы өздерінің күшіне сенеді. Ал біз қазір Түркия төріндегі Анталия шаһарындағы Белік жасыл алаңдарындағы алғашқы влогымызды тәмамдадық. Спорт плюс арнасын қалай жүріңіздер. Ал біз қазір сапарға шығамыз. Алда қазақстандық өзге клубтардың дәл осындай түсірілімдері күтіп тұр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.